Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге лайк тұстас жобасы. Бүгін мен сіздерді мәтінді дыбысқа айналдырып беретін жасанды интеллектпен таныстырғым келіп отыр. Бұл жасанды интеллекттің атауы звукограмм деп аталады. Звукограмм деп Google жолағына жазасыздар. Содан соң сіздерде осы сайтқа өтетін тікелей сілтеме ашылады, яғни звукограмм.com деп аталатын. Содан соң осы сайтқа кіресіздер. Осы сайтқа кірген кезде сіздерде осындай жұмыс аймағы пайда болады. Енді төмен қарай түссеңіздер, қазақ тілін таңдайсыздар. Содан соң осы жерге өзіңіз жаңағы дыбысқа айналдырғыңыз келген мәтінді енгізіп қойсаңыз болады. Мысалы, кез келген мәтінді. Содан соң осы жерде қазақ тілі таңдалып тұр. Мына жерден қандай дыбыста қалайсыздар, соны таңдайсыздар. Құттықтаймын, жарайсыздар. Содан соң озвучить текст батырмасын басамыз. Құттықтаймын, жарайсыздар. Текст батырмасын басқаннан кейін Құттықтаймын, жарайсыздар. осылай жасанды интеллект біздің жазған сөзімізді осылай дыбысқа айналдырып берді. Енді өзіңіздің қажеттілігіңізге сай бұл дыбысты жүктеп алсаңыз болады. Скачать батырмасын бассаңыз, сізге MP3 форматта дыбысыңыз жүктеледі. Бұл жерде тіркеліп жұмыс жасасаңыз да болады, немесе тіркелмей жұмыс жасауға да болады. Әртүрлі формада дауыстарыңыз, мәтіндеріңізді енгізіп, соны дыбыс қып алуға мүмкіндігі зор. Яғни бұл жасанды интеллекттің бір түрі болып табылады. Пайдаланып көріңіздер, өте керекті құрал және жасанды интеллекттің шексіз мүмкіндігінің бірі болып табылады.